Қызылордада Қорқыт және Ұлы Дала сазы халықаралық фольклорлық музыкалық өнер фестивалінің гала концерті өтті. Фестиваль Қызылорда облысы әкімдігінің қолдауымен халықаралық түркі мәдениеті және мұрасы қорымен бірлесіп ұйымдастырылған. Толығырақ бейнематериалда. Оған түркі мәдениеті және мұрасы қорының президенті Ақбота Райымқұлова, Түркия, Әзербайжан, Қырғызстан, Өзбекстан және отандық белгілі ғалымдар, зерттеушілер, мәдениет пен өнер майталмандары, зиялы қауым өкілдері, қоғам қайраткерлері қатысты. Аймақ басшысы Нұрбек Машбекова фестивальдің түркі халықтарының мәдени байланысын нығайтудағы және ұлттық өнерді дәріптеудегі маңызын атап өтіп, бауырлас елдерден келген қонақтарға алғысын білдірді. Құрметті өнер қауым, қасиетті Қорқыттың мекені, Тұранның, топырағының құнары қайнаған жері, Алаштың анасы атанған сыр еліне қош келдіңіздер. Биыл сыр елі Қорқыт және Ұлы Дала сазы халықаралық өнер фестиваліне қатысушы түркі халықтарының өнер шеберлерімен 7-ші рет жүздесуде. Айтулы шара ұлтымыздың тарихи қазақ атауының қайтарылғанына, Қызылорданың қазақ елінің астанасы болғанына 100 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келуде. Фестиваль аясында Қорқыт мұрасы түркі әлеміне ортақ құндылықтар тақырыбында өткен халықаралық конференцияда белгілі түркі танушы ғалымдар қатысып, түркі әлеміне ортақ Қорқыт атаның құнды мұраларын, эпикалық жырларын талқылады. Түркия, Ресей, Әзербайжан, Өзбекстан, Қырғызстан мемлекеттерінен еліміздің бір қатар аймақтарынан келген 200-ге жуық халық өнерпаздары 2 күн бойы өнерлерін көрсетуде. Шараны ұйымдастыруға қолдау көрсеткен түркі мәдениеті және мұрасы қорының президенті Райымқұлова Ақтоты Рахметуллақызына шақыртуымызды қабылдау, бауырлас елдерден келген қонақтарымызға барша сыр жұртшылығының атынан шынайы алғысымызды, ризашылығымды білдіремін. Түркі мәдениеті және мұрасы қорының президенті Ақтоты Райымқұлова түбі бір түркі туыстардың басын қосқан халықаралық іс-шараны жоғары деңгейде ұйымдастырған Қызылорда облысының басшылығына алғысын айтты. Фестиваль аясында сыр сүлейлерінің дәстүрін жалғаған елге танымал жыршылар мен жыраулар жырдан шашу шашты. Шараға Ресейдің Алтай Республикасынан, Әзербайжан, Қырғызстан, Өзбекстан және Түркия елдерінен келген өнерпаздар қатысып, көне дәстүр мен ұлттық сазды дәріптеді. Әр халықтың өзіне тән әуені мен аспаптарының үні көрерменге ерекше әсер сыйлады. Шолпан Бейімбетова, Майра Сәрсенбаева. Бүгінгі фестиваль мінекей Қазақстан Республикасының Қызылорда қаласында Қорқыт атамыздың арналған жақсы фестиваль өтіп тұрады ғой. Еларалық дүниелік десек болады. Біздің түрік тілді елдеріміздің музыканттары, атқарушылары, жақсы мықты жеке атқарушылардың барды келді, ансамбльдер келді, танышып атауыз, көптеріміз бір-бірімізді таниды екенбіз. Өнер бұл таныштырады ғой, өнер көпірі ғой. Şu сияқты жақсы концерт кеше күні Қорқыт атауыздың атайын қойылған естелігі жағында өткен концерт, ал енді бүгін болса гала концерт болып тұрады ғой. Абдан жақсы деңгейде даярлықтар болды. Мен ойлаймын, концерт жақсы өтіп жатады. Бұйырса дағы не деймін, Қорқыт атауыздыққа арналған фестиваль мындан ададағы өркендей берсін, дүниенің барына танылсын. Халықаралық фестиваль бүгінгі түркі мәдениеті мен музыкасы ортақ тарих пен рухани тамырдан нәр алғанын, туыс халықтардың әндері мен әуендері бір-бірімен үндесіп, бауырлас елдердің бірлігін күшейтетінін тағы бір дәлелдеді. Жаннұр Мұса, Ержан Смағұл, 7-7 Ньюс.